Сіз қандай ене боламын деп ойлайсыз? Мен жақсы ене болам деп ойлаймын, білмеймін, мен өзім сөйтіп ойлаймын ғой. Сәлем салып анау мынау істеп жүргені маған қажет емес. Қазіргі енелерде шамалы Европа еліктей ма білмеймін ғой, современный болып кетті ма, баяғы ауылдың енелеріндей аз енді. Білмеймін. Шайтан білмеймін. Таңертең 6-да тұру, Жоқ, орамал тағу қалай? орамал тағу иә, сәлем салу жоқ, скорее. Неге? Білмеймін. Алғашқы жылдары жас жұбайлар ата енемен тұрғаны дұрыс па? Дұрыс деп отырмын. Ата енесімен тұрған үлкен кісілер ғой, тәрбие береді. Немерелеріне тәрбие береді. Әке атасына дом престарелыққа апарады. Ол өте дұрыс емес. Ол қасында біз өмір бойы бірге болдық, тәрбие алдық. Олардан үлкен кісілер жақсы тәрбие береді. Ол ата-анасымен тұрған дұрыс. Неге? Сол ата-анасын бағу керек па адам. Ата-анасын қалай тастайды? Мен өз басым ата-анамды тастап кеттім. Мамаммен ба? Иә. Қанша уақыт? Қанша уақыт? Ата-анам разылығын алғанша деймін. Негізі ше, мен жұмыста да көп жерде ше айтатыным, вообще мына жастарға ененің мектебін көрмеген жас келін мына өмірге бейім болмайды. Ене қанша жерден жаман болса да ұрыссын, ол жаман болсын деп ұрыспайды. Өзінің баласындай көргеннен кейін ол жақсы жағына қарай өзгерсін деп ұрсуы мүмкін, сөйлеуі мүмкін. Оның бәрінен өткен келін нағыз мықты болады да. Отау құрған кезде хотя бы бір балалы болғанша енемен тұрған дұрыс. Өйткені анау мынауды біледі. Қазіргі жастар мысалы үйінен бәрін үйреніп келеді деп айта алмаймын мен. Даже тамақ істей алмайтын, қолынан ешнәрсе келмей келін болып түскен жастар өте көп. Ол қазір мысалы оқимын дейді, жұмыс істеймін дейді, үйдің тіршілігіне, үйдің жұмысына бейім болмайды көп жастар. Ал келін болып түскен кезде ене соның бәріне үйретеді. Хотя бы бір балалы болғанша келін енемен тұрғаны дұрыс деп есептеймін мен. Ене чуть-чуть мудрее болу керек та, арып алысып, жастармен арып алысып, ұрысып, жаңағы бет жыртысып, олай қажет жоқ. Үй болсын деген ене, мысалы, осы балам үйлі болсын, көгерсін, көктесін, көбейсін деген ене, мысалы, жай сөзбен ақ мынау жеккөнішті ашумен өмірді неғылмайды, наоборот, махаббатпен, мейіріммен тәрбиелеуге әбден болады. Қазіргі енелерде шамалы Европа еліктей ма білмеймін ғой, современный болып кетті ма, баяғы ауылдың енелеріндей аз енді. Конечно, тәрбиелегенде ол бастан аяқ мен сені с нуля, с фундамента тәрбиелеймін деп айта алмайды ешкім. Сіздің жағдайыңызда енеңіз қандай адам болды? Менің енем, енді мен ауылдан шықтым, ауылға келін болып түстім. Бір ауылды бір уысына ұстаған ене. Мен ол кісіден жамандық көрген, ұрысқан жері де болды. Мен де ол кісіден деп, сізде бір деген кездерім болды. Болды. Менің инвалид болды да, мен түскен жылы. Мен соны қолыма бүйтіп кәдімгідей кішкентай бала ұқсатып бақтым да. Сол қысылып, қымтырылып бүйтіп өскен келін, наоборот, мен ойлаймын жаман болмайды. Өйткені ол сыйлауды үйренеді, үлкенді сыйлауды үйренеді. Үлкеннің көзінше баласын, ойбай, жаным, күнім, жүрегім, пүлеу, ондай болмай, анау шамалы қысып, өзімізде сөйтіп. Психолог, қазір психологтың қажеті жоқ. Мысалы, маған психолог қажет жоқ, бірақ өмірдің өзі психолог қой, өмірдің өзі ақ үйретеді. Өзіңіздің келініңіз бар ма? Менің келінім Құдай қаласа бір 3-4 жылда болады. Қазір үлкен ұлым студент. Қандай ене болам деп ойлайсыз? Мен келініме ше, мен мынау жол үстінде тұрмын, сен ондайсың, мұндайсың деп ше бетінен қағып, қолынан келгенше поддержка беріп, білмеген жерін үйретіп, өзім қызымдай қарар едім. Қазіргі таңда енді жас жұбайлар алғашқы жылдары ата енеден бөлек тұру керек деген ой айтылып жатыр. Сіздің ойыңыз қандай? Мен ойымша, алдымен ерлі-зайыптылар бірінші уақытта 1-2 ай немесе 1 жыл немесе 2 жыл ата-анамен бірге тұру керек. Кейінірек бөлек шығып, әрине, өзіме пәтер жалдап, немесе өзіме үй құрастырып, өзімен жұбаймен кететін едім. Бірақ ата-анам менімен келіп тұратын еді бәрібір. Мысалға, ол тамақ пісіреді, ал мен кір жуамын, мысалға үй сыпырамын, жинаймын. Жалпы сіз үйде шаруаны тең бөлетін адамсыз, иә демек? Иә, мысалға мен әйелім болса, ол тамақ пісіре алса, мен неше үйді дұрыстап жинаймын.
немесе егер балалар болса мен балаларды там сабаққа мектепке балабақшаға апарам, олар оны алып кетеді. Әйелім оларды алып кетеді, иә. Тем болатындай. Мысалы әйеліңіз ыдыс жуса, сіз үй жинайсыз. Мысалға, иә, солай болады. Мысалға, әйел ыдыс жуады, а мен үй жинаймын. Мен әйелім мысалға орамал тақса, мен оған ешқашан против болмаймын. Жоқ, әрине ол дұрыс қой, әйел тақпаймын десе ше. Тақпаймын десе де маған мен әйелімді орамалда тұрған ештеңе жоқ, мен ойымша. Өйткені заманауи ғасырда әркім өзі қалай жүретін біледі өзі. Жоқ, ата енемен дұрыс қой. Қазіргі жастар заманауи өмір сүріп жатқаннан кейін бұрынғы дәстүрлерді қалыптастырмаған ғой. Сондықтан да білмеймін енді. Ата енеден көп үйренетіндер көп та. Ше. Мен басқа 2 жылда ата енемен тұрдым. Содан кейін бөлек шықтық. Мен қазір ана кісілердің көзінше осылай істей алмаймын, былай бұрыннан бері қалыптасып жатқан нәрсе ғой, ол білмеймін енді. Қазіргі жастар сөйтіп мені құйып алған ғой. Еркелете аламаймыз, бірімізді құшақтай алмаймыз, артық сөз айта алмаймыз дегенде. Еркін жүре алмаймыз. Иә, еркін жүре. Ұлыңыз бар ма? Мен 2 қызым бар, ұлым бар. Жалпы өзіңіздің келініңізді бөлек шығамын десе не істейсіз енді? Енді ұлым соны, бірақ енді мен ондай тәрбие бердім деп ойламаймын. Егер бөлек шығам десе, мысалы қыздың тәрбиесі бөлек? Мен қарсы емеспін. Бірақ енді ертеңгі кеші ұлым сондай нәрсенің барасын түсініп, анамды жалғыз қалдыру мүмкін емес дегенді түсініп, білмеймін, ақылы келіп қайтып келер деген ойдамын. Бірақ сіз бөлек шығармайсыз. Өз еркіммен жоқ, шығармаймын. Өмір бақи сізбен бірге тұру керек. Әрине. Бұл қалыптасып қалған дәстүр. Кіші балам болғаннан, жалғыз балам болғаннан отағасы ғой, үйдің иесі. 8 жасынан бастап мен бұл үйдің иесімін деп өзін миына қалыптастырып қалған. Сондықтан да Мысалы, бөлек шықпасақ болмайды, әйтпесе ажырасамыз деп жатса. енді өз нелері енді Сіз жалғыз білмеймін. тұра бересіз бе? Иә. Басқа нем бар ма мен? Амалым бар ма? Шығамыз деп тұрса, келіншегін, бірақ енді келіншегі өзі жасы ұлғайғаннан кейін, бала туғаннан кейін, ана болғаннан кейін бәрін түсініп қайтып келер деген ойдамын. Бірақ енді Егер де сыйыспай жатсаңыздар ше. бірге тұрып па? Тағы да енді ол әр ененің, ананың өзінің несі, өзіне қыз баланы, ол да біреудің мәпелеп отырған қызы ғой, өзіне тартып, өзіне бас кезінен қабақ түйіп, анасын отырса опақ, тұрса сопақ деп сөйтіп өмір сүріп кетсе, әрине ол балада да, қыз балада кішкене миына қалыптастырып қалады да, ой, мына кісі мені жақтырмай қалды ғой дегендей. Ол іштей өзінің бір түйсігінде не болады да, мына кісі мені ұнатпайды дегендей. Сіз қандай ене боламын деп ойлайсыз? Мен жақсы ене болам деп ойлаймын, білмеймін. Өзім сөйтіп ойлаймын ғой. 2 қызым айтады ғой, мама сіз дейтін енеңізді, келініңізді басыңызға шығарып отыратын шығарсыз мүмкін деп, аха. Жоқ, жуастық емес ол. Просто ол келін деген жат үйге келеді, бөтен үйге келеді. Оны бауырына тартпасаң болмайды ғой. Өзім енем сондай тәрбие берді, білмеймін. Керемет. Ал енді сіз басыма шығарып аламын деп қорықпайсыз ба шынымен? Жоқ. Басыңызға шығып кетсе ше? Жоқ. Мен мінезім ондай емес. Әр жағында шамалы кетпей жатса қайтарып аламыз ғой. Негізі ата енемен тұрған дұрыс деп ойлаймын. Да, ең басынан бастап. Өйткені ең бірінші келін болып түскен кезде, бірінші келіндік өмірді білмейсің, қайсысы кіммен, қай туысқанның аты қалай, қай адамдарға қандай табақ тартылу керек. Мысалға еттің өзінде әртүрлі өзінің дәстүрлері бар. Оның барлығын көрсетіп отыратын, айтып отыратын, сені көрсетіп отыратын үлкен адам болу керек деп ойлаймын. Сондықтан керісінше ең бастапқы жылдарында негізі ата анамен тұрған дұрыс деп ойлаймын. Жалпы бөлек шыққан дұрыс па, әлде өмір бақи ата анамен тұрған? Енді ол үйдегі ұлға байланысты деп ойлаймын. Егер кенже ұлына шығатын болсаң, онда ата анамен тұру дұрыс. Өйткені кейін өзің де солардың кебін киесің, сиырдың басына туған күн бұзаудың да басына туады дейді ғой. Сол себепті егер де кенже ұлы или үйдің жалғыз ұлы болса, онда ата анамен тұрған дұрыс деп ойлаймын. Ал егер там бірінші ұлы, екінші ұлы болса, онда біраз жыл тұрғаннан кейін, 2-3 жылдан кейін бөлек шығып кеткен дұрыс. Ал сіз дайынсыз ба кенже ұлына тұрмысқа шығуға? Жоқ. Неге? Сонда бірге тұрғыңыз келмей ма? Бірге тұрғыңыз дегенде, білмеймін енді, кенже, білмеймін, ондай ауыртпашылық көп қой. Мен оған дайын емеспін деп ойлаймын, өйткені білмеймін. Қалайша? Кенже ұлдың несі жаман? Жаман дегенде, мен де кішкентаймын да үйдің, и андай 2 жақ бірдей болады да. Әкесі ғой.
то есть бір үйдің хотя бы үлкені бір үйдің кішісі болса гармония болады, то есть біреуінде жауапкершілік көп, біреуінде еркелік көп болады да. Ал екеуі де кенже или екеуі де үлкені болса, екеуінде де жауапкершілік бірдей, екеуінде де жауапкершілік жоқ болады, гармония болмай қалады. Сонда сізге қандай жігіт керек? Кенже болмайды. Үйдің ортаншысы шығар. Сәлем салу, таңертең 6-да тұру, Жоқ. орамал тағу қалай? Орамал тағу, иә, сәлем салу жоқ, скорее. Неге? Білмеймін. Біртүрлі ғой. Ол қазақтың салты. Ол, иә, қазақтың салт дәстүрі, бірақ біздің жақта көп ұстанбайды. Қай жақ? Шығыс. Сіз сәлем салмайсыз ба? Салмаймын. Шымкентке тұрмысқа шықсаңыз. Шықпаймын. Неге дегенде ол жақта өте қатты салт дәстүр Қай ұстанылады. жақта? Шымкент жақта именно. Білмеймін, сол себепті шығар. Өйткені біздің жақта именно олардың ұстанатын салт дәстүрі біздің жақта көп ұсталына бермейді. И барған кезде көбірек андай адаптация өте ұзақ болады, қиын болады деп ойлаймын. Сол себепті білмеймін, скорее всего север или шығыс орталық дұрыс. Нан жауып білем, сиыр сауып білем, шекқанды тазалап білем. Онда керемет қой. Бірақ сәлем салғанда тұрған не бар? Жоқ, ол жақта көп дәстүрлер, там өте көп нелер ғой. И ол жақтың андай бір сөйлегені де бір андай бір Әпше деп сөйледі. иә соған өте қиын сияқты. Өзіңнен кішілерге де үлкендерге де сәлем сала бересің деген сияқты. А маған ондай ұнамайды, дискомфорт сияқты, андай кішкентайларға бүйтіп сәлем салып тұрсады. Иә. Ал енді абысынмен тұрушы. Білмеймін, қазақта сөз бар ғой, абысын тату болса көп деп, бірақ олай ойламаймын, өйткені екі қыз бір үйде бәрібір тұра алмайды, біреу бір күні борщ істегісі келсе, біреу плов істегісі келеді. Сол себепті, иә, көре алмаушылық болады, біреудің қымбатырақ көйлек алып қойса, біреу жылап қалады деген сияқты, сөйтіп көре алмай күндеп сөйлеу көп болады. Сол себепті білмеймін, абысындар бір үйде тұрғаны скорее дұрыс емес деп ойлаймын. Иманына, ақшасына. Я иманды и кішкене жұмыс жасап, өйткені мен өзім тоже кәсіппен айналысам и хочу, чтобы ол тоже кішкене бірдеңкемен айналысқанын. Ақшасына қарайсың ба сонда? Махаббат ше. Ақшасы емес, енді ақшасы болмаса да хотя бы ұмтылысы, талабы, істеймін деген ниеті болса болды. Бастысы еңбекқор болу. Иә. Махаббатпен бе әйтеуір? Есеппен ба? Көреміз. Сіз үшін ақша маңызды ма, әлде махаббат маңызды ма? Екеуі де маңызды. Айтыңызшы, қазіргі таңда жас жұбайлар алғашқы жылдары ата енеден бөлек тұру керек деген пікір айтылып жатыр. Енді соған қатысты ойыңыз қандай? Өзім мысалыма келетін болсам, мен үйде ең үлкен болып келем. Менен кейін екі қарындасым бар. И бізде қазақтарда бар ғой, жалғыз ұл, ол үйде қалатын ұл деп, ата-ананы асырау керек деп. Сондықтан мен шешім үйде қалып, ата-ананы бағу керек деп есептеймін. Ал если брачкелерім болса да, өзімнен кейін тогда можно. Вот, уже бөлек шығуға. Ал енді сіздің сүйген қызыңыз қарсы болып жатса, не істейсіз? Қызым қарсы болып Енді жатса. әйеліңіз. Иә, қарсы болуы мүмкін. Бірақ енді әйелім, ну енді бір-бірімізге, мы же должны понимать друг друга. Вот, и взвешивать все плюсы, минусы, ата-ананың рұқсатын сұрау, бәрін толықтыра қарап, бір шешімге келу ғой, басты мақсатымыз. Қыздарыма сәлем салмаймын деп жатқан. Енді мен ойымша, қазіргі кезде біздің қазақтық, біздің ұлттық мүддеміз, біздің келе жатқан ата бабаларымыздан ол жойылып бара жатқан сияқты. Соны сақтап қалу біздің мақсатымыз деп өзімді шешем, потому что енді мен солай тәрбиелеген. Керемет. Сіздің енді болашақ жарыңыздың құлағын алтын сырға қандай талаптарыңыз бар, нақты? Басы әдемі болсын, мейірімді болсын. Ол емес. Түсініп тұрмын не деп Ата-енемен жатқаныңызды. тұру керек. Ата-енемен тұру керек, иә. Сосын Сосын не істеу керек? Шайын құйып берші. Сәлем салу. Әрқайсының өз ойы ғой. Мен ойымша керек емес мен үшін. неге? Енді Мысалы, жаңа айтып жатыр, біреуге басы егін келмейді дейді. Сіз ше, қалай ойлайсыз? мен жақсы қараймын, по идее. Дұрыс айтыңыз, керек емес деп. Не керек емес? Сәлем салу. Керек емес. Если хочет, пусть делает. Если қызым маған қатты ұнап жатса, бірақ ата-ана тоже ғой. Блин. Онда қызбен қоштасам ал. Қызыңыз емес, ол әйеліңіз. Әйеліңіз ба? Ладно, әйелім болса. Мен сразу біріншіден бірінші қызбен жүріп жатқанда үйленмей тұрып, бәрін осы сразу шешіп алу керек қой, чтобы потом проблема болмасын. Если уже қарсы болып жатса, то значит не судьба деген сөз и все. Сізмен бас тартасыз. Да, мен анамын, мен әйелімнің мінездері сәйкес келмесе не істеймін? Білмеймін. Шайтан білмеймін. Бөлек шығасыз ба? Жоқ.
лақтырып кете алмаймын ата анамды. Қанша жерде мені өсірді, не істеймін мен әйел үшін. Қаншама әйелдер көп мына жақта. Сонда әйеліңізді бас тартасыз ба? Надо будет, да. Егер алла қалап үйленіп жатсақ ата анамен бірге тұру ғой әрдайым. Өмір бақи дегенде емес, өмір бақи өмір ата ананың енді кенжесі болғаннан кейін ол кісілерді асырауым керек, ол кісілерге қамқор болуым керек деген сияқты барлығын ол кісілер жас кезімде мені аялады, өсірді. Енді қазір қартайған шағында мен ол кісілерге қамқор болуым керек. Сондықтан бірге тұрамын. Қиын сұрақ, білмеймін. Әзірше білмеймін. Мысалы сіз үйдің жалғызсыз, сіз барып қарайсыз. Сол ата-ананы ғой, ата-ананы әрине. Егер шыға алмайтындай бір сол кезде ситуация болса, егер сондай болып қалса, яғни ата-ананы таңдаймын. Ата-ана біреу ғана. Көп. Махаббат ше? Махаббатты басқа жерде табуға болады. Сұрақтар жақсы. Онда сізге қандай қыз керек? Нақты талаптар айтыңызшы. Мінез емес, нақты осындай талаптар. Таңертең тұрып сәлем салу керек. Жоқ, ондай қажет жоқ. Ондай қазақилық ол қазір жат. Айтыңызшы, не үшін жат? Не үшін жат дегенде ол кейбір мысалы сәлем салып анау мынау істеп жүргені маған қажет емес. Таңертең алтыда тұрып бір қыз ұзын Жоқ, орамал тағу керек па? Орамал үйде ата-ана бар кезде иә. Тақпаймын десеші. Тақпаймын десе өзінің қалауы. Келсіз? Иә. Қолдайсыз? Иә. Бөлекті шығайық деп жатса шығасыз ба? Біраз уақыт өткеннен кейін иә. Бөлек шығасыз? Біраз уақыт өткеннен кейін, біраз жылдар. 5-6 жылдардың ішінде. Өзіңіз де бөлек тұрғыңыз келеді екен ғой демек. 5-6 жылдардың ішінде иә, әрине уже бала шағаң болғаннан кейін немерелеріңді ата-анаңа беріп қоясың, өзің бөлек шығып кетесің деген сияқты. Немерелерің болады, ата-ананың немерелері болады, яғни өзің балаларың. Сол немерелерін ата-апасына беріп қойғаннан кейін болды. Бөлек шығып тұруға болады. Қандай қыз іздеп жүрсің? Қандай қыз іздеп жүрсіз дегенде негізі бар. Қызыңыз бар? Иә. Қызыңыз бірге тұруға дайын ба? Иә, әрине. Өмір бойы? Өмір бойы.